Құрметті диқан қауымы, біз Мырзашөл өңіріндеміз. Қазақстанда ең алғашқы пісетіған қауындар осы өңірден шығады. Міне термос тәсілмен дуғаның астына егілген. Енді өкінішке орай соңғы жылдары бұл алқапқа дынная муха, яғни қауын шыбыны келді. Сөйтіп қауындарға тұқымын қойып, қауындар құрттай бастады. Сол қауын шыбынынан қорғау үшін аптасына бір рет нурелді және де басқа химикаттарды шашып отыру арқылы ғана қауынды аман алып қалып. Ал енді ол улы химикаттар қауын шыбынын өлтіріп қана қоймай, қауынның жапырағын пәлегінде улап қояды да, қауынның иммунитеті әлсіреп, көп стресс алғандықтан қауын пісуге, түйнегі пісуге аз қалғанда әні-міне піседі деп тұрған кезде иммунитеті әлсіз қауынның пәлегі ақұнтақ ауруына, яғни мучница рассаға, ақ пәлек дейді, соған ұрынады да, жапырағы қоп-қоңыр болып қурап қалып, түйнектері теңкейіп күннің астында қалып, піспеген түйнек күн ұрып кетіп жатады. Сондай болмау үшін қауынды қауын шыбынынан қорғау барысында нурелді және де басқа препараттар шашқан кезде әрдайым нурелдімен бірге натурамин ВСП болмаса амино 80 стресске қарсы амино қышқылды препараттарын қолданып отырсаңыздар, нурелді ол қауын шыбын өлтіріп отқанымен қауынды уламайды да, тоқтатпайды да, стресс алдырмайды. Амино қышқылдар. Соның арқасында қауын иммунитеті мықты болып, ауруларға берілмей, толық қанды түйнегі пісіп үлгергенге дейін пәлегі жапырағы жап-жасыл болып, жақсы өнімділікке қол жеткізесіздер. Сондықтан да мен сіздерге қауын шыбынымен бірге күрескен кезде әрдайым нурелдіға және де басқа препараттарға натурамин ВСП болмаса амино 80 стресске қарсы препараттарын қосып қолдануыңызды ұсынамын. Егіндеріңіз сау болсын, мол өнім болсын. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет, бай қуатты болыңыздар.